Na verdade, eu tava com muita vontade. Шынымды айтсам, жаңа сынаққа деген үлкен ынта болды. Мен Семей жобасымен таныстым, және бұл жоба мені қатты қуантты. Менің ойымша, бұл жобада жеңімпаздың бейнесі бар. Семейдің алға қойған мақсаты жайлы білгенде, менде бірден Семейге ойнауға үлкен құштарлық пайда болды. Енді мен осындамын. Үлкен жетістіктерге бірге жету үшін, мен барлық жігерімді Семей жейдесін қорғау үшін жұмсаймын. Ең алдымен мен Игитамен хабарластым. Ол маған хат жіберіп, артынша қоңырау шалды. Ол Семей жайлы айтты және сол клубқа ауысатынын жеткізді. Кейін мен Семей басшылығымен келіссөз жүргіздім. Маған жоба жайлы айтқанда қуандым. Себебі бұл амбициялы жоба. Алдыңғы сөзімде айтқанымдай, бұл клубтың жеңімпаздың бейнесі бар. Бірақ бәрі Игитадан басталды. Ол менің жақын достарымның бірі. Және ол маған байланысқа шықты. Мен оған онымен бірге ойнағым келетінін бұрын айтқан болатынмын. Ал енді онымен бірге бір клубта ойнау өте керемет болмақ. Және Семей жейдесінде үлкен жетістіктерге бірге жететінімізге сенімім мол. Спорт тұрғысынан мен Қазақстанмен таныспын. Мен Қазақстанға бірнеше рет ойнауға келгенмін. Қазақстанда өткен чемпиондар лигасында да ойнадым. Және ол жағынан таныспын. Мен ұлттық құрама сапында әлем чемпионатының шешуші 3-4 орынның ойындарында Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы ойнаған болатынмын. Қазақстан өте әдемі мемлекет, әдемі табиғатқа толы ел, және мен бұл мемлекетте отбасыммен қалып, Қазақстан жайлы, Семей жайлы көбірек біліп танысқым келеді. Бұл менің отбасым бақытты болатын ең жақсы жер. Қай клубқа барсам да, менде тек үлкен амбициялар болды. Жеңіске жету деген амбиция. Алдын айтқанымдай, маған Семейдің жеңіске деген жігері бар екенін көрдім, және тек сол жеңіске жету үшін келдім. Менің мақсатым Семейді чемпиондар лигасының жеңімпазы қылу және Қазақстан чемпионатын жеңіп алу. Мен алаңда барын салатын ойыншылардың қатарынанмын. Мансабында жеңіп алған барлық титулдарымды енді Семей сапында жеңіп алғым келеді. Енді мен Семейдің түсін қорғайтын боламын.